Атқа құмар жігіттер, ат сүйетін жігіттер бізді ат бақпаған адамдар түсіне алмайды кететін шығар. Олар ойлайды, ат бағу машақат, азап, қиын, шаршау, әбіржу деп ойлайды. Бірақ олар қайдан білсін, атқа шөп салғаның, атқа жем беруің, тіпті аттың астындағы малақты тазалаудың өзі үлкен бір демалыс екен. Олар қайдан білсін. Жайлы атқа мініп шабудың өзі бизнес класста отырып шыққаннан да рахат екенін олар қайдан білсін. Олар сезіне алмайды. Олар үзеңгі бауды қысқартып, аяқты үзеңгіге салудың, шылау қағып, тізгін тартып, атты қамшылаудың үлкен бір демалыс екен олар білмейді ғой. Олар егер аттың рахатын білсе, бильярдқа да бармайтын еді, түнгі клубқа да бармайтын еді, кальянға да бармайтын еді, тіпті білесіңдер ме, көлікке де қызықпайтын еді. Бәрі егер аттың рахатын білсе, әрқайсысы